Алматы облысы білім басқармасы Жамбыл аудандық білім бөлімі бойынша Қазыбек бекетіндегі орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Абзалқыз Еркеназова. Менің отаныма, менің бастамам шығармашылық жобаларының облыста байқауына Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша жобамның тақырыбы қасиетті қарасаздың сазгері Шманов Амантай Қасенбайұлы. Бұл зерттеу жұмысының басты мақсаты Шманов Амантай Қасенбайұлының қазақ мәдениеті мен өнеріне қосқан үлесін талдау, оның еңбегінің тарихи және заманауи маңыздылығын айқындау, сондай-ақ оны Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы аясында насихаттау. Жобаның міндеттері: Шманов Амантайдың өмір жолын, қызметін және шығармашылығын зерттеу, оның мәдениет пен өнер саласына қосқан үлесін анықтау, ұлттық мәдениеттің дамуына қосқан үлесін көрсету арқылы оның тәжірибесінің құндылығын ашу, жастарға оның еңбегін үлгі етіп, патриоттық тәрбиенің негізін қалыптастыру, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының аясында оның жетістіктерін көпшілікке насихаттау. Зерттеудің өзектілігі: ұлттық мәдениет пен өнердің дамуы қазіргі заманғы Қазақстанның рухани жаңғыруының маңызды бөлігі болып табылады. Шманов Амантай Қасенбайұлының еңбегі арқылы ұлттық мұраны сақтау және жас ұрпаққа жеткізу мәселесі айқын көрініс табады. Сонымен қатар, оның шығармашылығы қазақ мәдениетінің өркендеуіне қосылған маңызды үлес болып табылады. Бұл зерттеу ұлттық болмыс пен тарихи мұраны жаңғырту үшін маңызды. Бұл жерде сазгердің жары Раева Бақыт апаймен онлайн сұхбат жүргіздік. Бұл QR-кодты жақындатып қарасаңыздар, сұхбатты көре аласыздар. Сізбен танысқым келіп еді, аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Раева Бақытгүл Абдықадырқызы. Танысқаныма қуаныштымын. Өте қуаныштымын, сәттілік тілеймін. Бұл зерттеу жұмысын 4 бөлікке бөлдік. Біріншісі өмірбаяны және кәсіби жолы. 1958 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген Амантай Шманов еңбек жолын мұғалімдік қызметтен бастады. Ол музыка және педагогика саласындағы білімін жетілдіріп, өнер мектебінің ұйымдастыруда жетекшілік етті. 1990-2002 жылдары Мұқағали Мақатаев атындағы өнер мектебінің директоры қызметін атқарып, бұл оқу орнын ұлттық мәдениетті дәріптейтін орталыққа айналдырды. Екіншісі қоғамдық және шығармашылық қызметі. Шманов Амантай тек ұстаз ғана емес, сонымен қатар өнер ұйымдастырушы ретінде табынылды. Оның жетекшілігімен бірнеше өнер бөлімдері ашылып, қазақтың ұлттық музыкасы мен қолөнерін дамытуға үлес қосылды. Оның шығармашылығы туған жерге туынды тік қағидасымен үндесіп, туған ауылындағы өнер мен мәдениеттің дамуына ықпал етті. Үшіншісі Қазақстанның мәдениетіне қосқан үлесі. Шманов Амантайдың сазгерлік еңбектері халық арасында кеңінен таралды. Оның «Аққулар қош болыңдар», «Қарасазым», «Балама сыңды» әндері халықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Сонымен қатар, оның ұйымдастырушылық қабілеті арасында көптеген өнер байқаулары шәкірттері үлкен жетістіктерге жетті. Төртіншісі, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасындағы маңызы. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы ел дамуына елеулі үлес қосқан замандастарымызды танытуға арналған бастама. Амантай Шмановтың еңбегі бұл жобаға толық сәйкес келеді. Өйткені ол өз өмірін мәдениет пен өнерге арнап, ұлттық мұраны насихаттауда аянбай еңбек етті. Оның еңбектері жастарға үлгі болып, шығармашыл ұрпақтың қалыптасуына негіз қалады. Қарасаздың жарқыраған жұлдызы, сазгер, үлкен өнер, кемел дарын иесі Амантай Шмановтың 8 қырын зерттеді. Біріншісі Қарасаз әуендері ансамблінің құрушысы. Екінші қыры талантты, өнерлі қыз Раева Бақытпен отасып, бір қыз 3 ұл тәрбиелеп өсірді. Үшіншісі ғылыми ізденістермен айналысты, өлең шығарды, ән жазды. Төртіншісі өнер мектебінің негізін қалады. Бесіншісі еңбекқорлығымен де танылып, наубайхана ашты, бидай егіп, мал өсірген, қоян, бүркіт, түлкі бақты. Алтыншысы композитор, білімді, сауатты сазгер болған. Жетіншісі аудандық мәслихаттың депутаты да болған. Және сегізіншісі мықты директор, сырнайшы, пианист, домбырашы, әнші, бір сөзбен айтқанда білікті маман, кәсіби дарын иесі. Назарларыңызға QR-кодтар. Бұның кез келгенін ашып, оның қандай өнері және қандай ән жазғанын көруге болады. Мен сіздерге біреуін ашып көрсетейін.
жазған әндері көрсетілген. Мына ноталар Амантай Шмановтың жазған әндері. Ардақты аға, хормейстер Амантай Шманов. Қарасазым, мен сенің ұланыңмын. Қалықтаған көгімде қыраныңмын. Сай-салаңда жер қуып сағын болған, ойнақтаған тауыңда құланыңмын. Бұл өлең сөздерін Шманов Амантай Қасимбайұлы жазған. Ол кісі 8 қырлы, бір сырлы адам болған. Шманов Амантай Қасимбайұлы қазақ өнері мен мәдениетіне айрықша үлес қосқан тұлға. Оның мұрасы ұлттық өнерді бағалайтын, оны дамытуды мақсат ететін келешек ұрпаққа қалдырылған асыл қазына. Қазақстанның дамуына қосқан еңбегі оны Қазақстан 100 жаңа есімі қатарынан көруге толық негіз береді. Назарларыңызға рахмет.